Астанада алғаш рет балаларға пневмокок дертіне қарсы екпе жасалады. Бұл вакцина құлақ ауруларының инфекциясы, өкпе қабынуының қоздырғышы және менингит дертінің алдын алады. Екпе ағымдағы жылы туған 1 жасқа дейінгі балаларға жасалады. Аталмыш шара елімізде 2013 жылғы Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында бастау алған. Ал биыл елордадан бөлек Ақтөбе мен Павлодар облыстарында жүргізіледі. Келесі жылы жоспарлы бағдарламамен республиканың барлық өңірі қамтылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамынша аталмыш екпені пайдалану 2030 жылы 5 миллион бала өлімін болдырмауға септігін тигізеді. Пневмония емес сырқаттану деңгейі Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарында бүгінгі күнге дейін 50%-ға төмендеп отырса, осы облыстарда өлім жітім жаңағы 15%-дан 50%-ға дейінгі төмендікті көрсетіп отыр. Бұл үлкен жетістік осы вакцинаның арқасында. Бұл вакцина қауіпсіз, ол 80-нен аса мемлекетте қолданып жатыр және оның үстіне біздің елімізде 2010 жылдан бері миллионнан аса егу екпе жүргізілді.